Енді елімізде көлік пен пәтер лизингке берілуі мүмкін. Мәжіліс тиісті заңды қарап жатыр. Депутаттардың айтуынша заңнама ел азаматтарын қарыздан құтқаруды көздейді. Яғни пайызы көп автонесиелер мен ипотекалық бағдарламаларға балама болуы тиіс. Құжат аясында жеке кәсіпкер саналмайтын жеке тұлғаларға лизинг енгізу қарастырылған. Бұл өз кезегінде халыққа автокөлік және жылжымайтын мүлік сияқты активтерді алуға мүмкіндік береді. Ұсынылған түзетулер жұрттың шамадан тыс несие алу деңгейін төмендетуді және азаматтардың әл-ауқатын арттыруды көздейді. Сондай-ақ банк секторының және лизингтік компаниялар нарығының бәсекеге қабілеттілігін дамытуға бағытталған, деді мәжіліс депутаты Татьяна Савельева. Лизингтің бірнеше түрі бар екенінде айта кетейін. Оның біріншісі қаржылық лизинг. Мұнда азамат көлікті жалға алады. Келісім мерзімі аяқталғанда машина оның иелігіне өтеді. Ал операциялық лизингте темір тұлпар тек жалға беріледі, кейін оны қайтаруға не жаңа модельге ауыстыруға болады. Үшінші түрі қайтарымды лизингте. Компания өз көлігін лизинг берушіге сатады, бірақ оны жалға алып қолданады. Сарапшылардың сөзіне қарағанда, несиеге қарағанда лизинг тиімді екен. Экономист Бауыржан Ысқақтың пайымынша, лизингте тікелей өнімді бергендіктен бұл жердегі есептеулер сол мүліктің бағасымен есептеледі.